Болашақ корпоративтік қоры. Өзіңнен баста жобасы. Жоба демеушісі BI Group инвестициялық құрылыс компаниясы. Табан! Әлемді шарлап, жаңалықтар ашамыз. Тек бірге жүрсек болды. Біздің жаңа жобамыз Лука мультфильмі. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Мультфильмнің басты мақсаты баланың өз бойындағы қорқынышын жеңу, алға мақсат қою, достыққа адалдық және маған қатынаған жері ата-ана мен бала арасында қарым-қатынас. Мен Нартайлы Бағжан, жасым 11-де. АИ академиясында оқимын. Менің дыбыстайтын кейіпкерім Лука. Лука өте ұялшақ, әрі ақылды. Оның көп нәрсені танып білуге деген құштарлығы маған өте қатты ұнады. Менің дыбыстаған кейіпкерім Джулия. Дыбыстау кезінде менде өте қызықты жағдай болды. Джулия паста жеп отырып сөйлейтін кезі болған. Сол кезде аузы толып сөйлей алмай отыратын, және де сол үшін маған 2 печенье берді. Сөйлейін десем, аузым шықпайды сөздері. Содан кейін тістеп кішкене жұтып, қайттан сөйлеген қызықты кездерім болған. Джулия мен менің ұқсастықтарымыз өте көп. Ол пысық, мен де пысықпын, ол қара, мен де қарамын. Және де әр қашанда көңіл күйін көтеріп жүреді, мен де сондаймын. Перфетто! Паста жейсің, велосипед айдайсың, ал мен жүзем. Менің аты жөнім Заманбеков Мұхаммедали, жасым 16-да. АИ академиясының шәкіртімін. Менің дыбыстайтын кейіпкерім Альберта. Альбертаның мінезі сондай батыл және шыншыл. Оны дыбыстау маған өте қатты ұнады. Ауа! Аспан, бол, күн. Ей, оған қараушы болма. Ойнап айтам. Қарай берсең болады. Бала шаршай бастаған кезінде біз оны ойын бөлмесіне жіберетінбіз. Қасына не мен барам, не звукорежиссеріміз барады. Сөйтеміз де оның көңілін аулаймыз. Ойыннан кейін миы кәдімгідей ашыла бастайды, баланың энергияға толып келеді. Содан кейін қайтадан біз дубляжымызды жалғастыратынбыз. Мен Болашақ корпоративтік фонды мен Арай Медиа Групп ұсынған талай қазақ тіліндегі мультфильм киноларды көріп жүргеніме бірнеше жыл болды. Және дубляжға қатысуды өте қатты армандайтынмын. Міне арманым орындалды. Дыбыстау кезінде өзіндік бір ерекшеліктер бар екен. Бұған дейін білетінмін, бірақ өзім бірінші рет, алғаш рет қатысып отқандықтан маған бұл ерекше бір тәжірибе болды. Сендер қай жақтанбыз дедіңдер? Менің аты жөнім Бақыт Қажыбаев, Массимо кейіпкерін дауысын жазып жатырмын. Жұмыс барысында итальяндық сөздердің өзін қалдыруға тура келіп, сол итальянша сөйлеген кездерде бір біз үшін бір қызықты уақиғалар болды. Бұл мультфильмде мен барынша жаңа дауыстар іздеуге тырыстым. Себебі талантты актерлер өте көп. Әрқашан белгілі бір қалыптасқан адамдармен жаза бермей, жан-жақтан іздестірсек, әрі фильм қызықтырақ болады, жаңа дауыстарға толы, әрі ешкімге реніш болмайды. Басқа адамдарды дубляжда өз бағын сынап көру керек деп ойлаймын. Дубляж барысындағы қызықты сәттерден айтып өтетін болсақ, Бағжан өз рөлін сомдап жатқан кезде сезімтал бір сәт болатын. Сол жерде шынымен де көзіне жас алып тұрып ойнаған кезі болды Бағжанның. Өзім риза болдым. Және Динар актерлық шеберлігі керемет. Осы орайда Айгүл Иманбаева ханымға үлкен алғысымды білдіргім келеді, себебі өте жақсы мектеп қалыптастырып жатыр. Бізге фильмдерді осылай жоғары деңгейде дубляждауға жағдай жасап беріп отырған Болашақ корпоративтік қорына, Арай Медиа Групп студиясына үлкен алғысымды білдірем. Фильмдерді, мультфильмдерді қазақша көрейік, өзімізден бастайық. Лука.